Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Адамның бауыры қалай ауыратыны, ерлер мен әйелдердегі ауырсыну белгілерінің ерекшелігі және дәрігерге қашан көріну керектігі туралы көріңіз. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода бауыр ауруының белгілері туралы айтылатын болады. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен уларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға вирустар, алкоголь өнімін тұтыну, семіздік және басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі мүмкін. Сондай-ақ әйелдерде тек өзіне тән бір қатар бауыр аурулары бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары. Бауыр неге ауырады? Сарапшылардың айтуынша, бауыр ешқашан ауырмайды. Бауырда жүйке талшықтары жоқ. Сондықтан ол ауырмайды. Тек бір жағдайда ғана бауыр мөлшері ұлғайған кезде ауырсыну пайда болуы мүмкін. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлықпен сезіледі. Көбінесе оң жақ қабырға астындағы ауырсыну басқа органдармен, мысалы тоқшектің көтерілу бөлігімен, өт қабығымен байланысты болады. Кейде асқазанның, 12 ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы мүмкін. Бауыр метаболикалық себептерге байланысты бауыр аурулары кезінде органдарға қан тамырларының бұзылуымен, инфекциялық зақымданулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда айтылғандай, бауырдың өзі ауырмайды. Бауыр орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдану кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіліп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл органның көптеген ауруларына тән емес және көбінесе өттегі тас түзу ауруынан туындайды. Ауырсыну. Бауыр аурулар кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезіну мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, ішек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің ауруларымен байланысты болуы мүмкін. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдануына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл орган ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттардың сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтеріліп, ауызда ащы дәм пайда болып, адам қатты әлсіздікті сезіну мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу қажет. Бауыр ауырған кездегі дәрігер кеңесі.
Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды елемеу және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Мамандардың пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен мамандармен келіспей, дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі көп зиян келтіруі мүмкін. Бірінші кезекте бауыр проблемаларының қандай белгілерін ескеру керек? Егер қатты әлсіздік, жоғары температура, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, теріде көгерген жерлер пайда болса, бұл белгілерді ескерусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсің десе, бұл бауыр ауруы деген сөз. Мұндайда бауырдың нашар жұмыс істеуіне байланысты ми зардап шегеді. Терінің қышуы сияқты маңызды симптомдар да бар. Егер терінің қандай да бір түсініксіз қышуы болса, және бұл аллергиямен байланысты болмаса, немесе нақты себебін білмесеңіз, онда гастроэнтерологқа бару керек. Бұл бастапқы бауыр ауруы болып есептеледі. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеру керек. Бірінші, артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан адамдар. Екінші, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар адамдар. Үшінші, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатындар. Төртінші, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар. Бесінші, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Алтыншы, иммундық аурулар бар адамдар. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.